Так, бізде алғашқы тексерісте Kia Carris көлігі 2012 жылғы 2 куб бензин, осылай қара түсте крыша панорамасымен. Көлігімізде екі деталінде краска болған екен, жеке видеода көрсетіп кетем. Жалпы технический состояние өте жақсы көлікте. СВЛ мотормен, алдынан артынан ДТП болмаған, сүйектері сау көліктің. Дискілері штатный дискіде, резина остаткысы шамамен 90-95% бар, өте жақсы жағдайда. Паралар жанып тұр, туманик моторын оталдырып қойдық. Бізде капот астында СВЛ мотор 2 куб, артық дыбыссыз, майданған жерлері жоқ. Лонжерондар барлығы сау. Бізде крылан болты бұралған екен, шашқын болты орнында, капоттың болты орнында. Оң жақ бетінің крыласы бұралмаған, капоты бұралмаған. Бета заводский өзінің бетасымен 2 куб СВЛ мотор жақсы жұмыс жасап тұр. Повторительный поворотник, бесключевой доступ. Электропакет биркада 2012 жылғы. Көлігімізге осындай кожный дивандар тігілген екен, плавающий сиденье. Көлікте бір кілт әзірге. Көліктің состояниесі өте жақсы, жүрген шақырым не бар, 115 мың шақырым жүрген екен. СВЛ моторда, коробка автомат, артқы көрінісі таза анық көрсетіп тұр. Екі зоналық климат контроль. Подогрев сиденье бар екі жақта да, подстаканник. Панель барлығы таза, мұнда наклейка жабыстырып қойған екен. Чехолдықын. Жоғарыда крыша панорама. Барлығы ойдағыдай жұмыс істеп тұр. Екінші қатарды көріп кетейік. Екінші қатар подогрев сиденье бар. Заводской бөліктерімен. Артқы диван осындай тігілген. Қоңыр ақ салон араласып, подстаканник, қолтірегіш. Багаж жақ бізде. Объемный үлкен багаж. Заводской өзінің герметиктермен барлық орында. Запасты баллон, күміш домкраттар. Багажның болттары бұралмаған, замена болмаған. Көлігімізде екі детальді краска бар, жалпы технический состояние өте жақсы, бағасы да өте тиімді, бүгінгі аукционда сатылымда.